Ассалаумалейкум оқырмандарым, бүгін бізде дәмі керемет болып шығатын самса. Алдымен салмасын дайындап алайық. Ол үшін бізге фарш, су, сұйық май, пияз және дәміне қарай тұз бен дәмдеуіштер қажет. Пиязымызды майдалап турап, сұйық май, су, дәмдеуіш тұздарымызды қосып, салмамызды араластырып дайындап аламыз. Екі түрлі қамыр қолданамыз. Үй жағдайында қатпарлы қамыр және сатып алынған қатпарлы қамыр. Қатпарлы қамырымызды алып, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Бізді видеода көрсетілгендей жайып, салмасын салып, үшбұрыш формада жасаймыз. Сатып алынған қамырды да жұқа етіп жайып, дөңгелек формасында кесіп алып, видеода көрсетілгендей бүктеу әдісін қолданамыз. Дайын болған самсаларымызды мұздатқышқа қатырып қойып, кез келген уақытта пісіріп алсаңыз болады. Самсалар өте дәмді әрі нәрлі болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Қатпарлы қамыр видеосының ссылкасын төменде қалдырамын.